Менің түсінгенім ешкіммен алысудың қажеті жоқ, ұрысудың қажеті жоқ. Оған барлық күшіңізді, энергияңызды кетірудің қажеті жоқ. Ата-анаңызбен болсын, жолдасыңызбен, балаларыңызбен, коллективпен ұрысып жүрсіз бе, немесе жолдасыңызбен, достарыңызбен сыймай жүрсіз бе, әйтеуір қандай да болсын ұрыс, талас, тартыс болса, одан аулақ болыңыз, үндемей қалыңыз. Сіздің үндемей қалғаныңыз, ұрыспай қалғаныңыз, сөз қайтармағаныңыз жеңілгеніңіз емес, керісінше жеңгеніңіз. Өйткені сіз сол жаққа көп внимание бұра берсеңіз, сол жақты ойлай берсеңіз, ол жақ өсе береді. Абай атамыз сонау кезде жазып кеткен: алысып тартысып жұлысып ештеңені ұтпайсыздар. Осы өмірде тек қана барлық вниманияңызды, фокусыңызды жақсы жаққа бұрсаңыз, сол жақ өседі. Ол ғылыми түрде дәлелденген нәрсе. Біз сіздерге 200-ге жуық өміріңізді, ойыңызды өзгертетін тегін сабақ дайындап қойдық. Оны профильдағы сілтемеге басу арқылы ала аласыз, немесе комментарийға плюсик қойыңыз.